Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен Гүлбекинг. Бүгін сіздерге ұсынатын тағамым ол қонаққа да үйге де жасауға болатын корейский тағам корн дог әзірлейтін боламыз. Бұл тағамды ыстықта жесеңіз өте дәмді болады. Достар, егер менің каналымдағы рецептер ұнап жатырған болса, онда менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Біз бірінші тестісін жасаймыз. Оған сүт керек, жұмыртқа, ұн және бұрыш керек. Бұрышты өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәміне қарай қосасыз. Корн догты достар, кешкі асқа немесе түскі асқа қасына гарнир ретінде күрішті қойып, немесе басқа да гарнирлерді қойып, әдемі етіп түскі ас немесе кешкі ас жасауға болады. Әрі қарай видеодан тамашаласаңыздар болады. Достар, міндетті түрде біздің ыдысымыз шұңғыл болу керек. Егер маған бұл қамырды дайындағанда ыңғайсыздық тудырады десеңіздер, онда үлкендеу ыдысқа езіп алып, кейін қуырайын деп атқан кезде шұңғылды ыдысқа аударып аламыз. Біздің тестіміз андай көтеріліп тұрған ашымалдары сияқты созылмалы болып келеді. Бұл рецептпен екіге бөліп шағын корн дог жасауға болады. Менде осы бір пачкадағы барлығын пісірейін деп жатырмын, сондықтан көп тесті жасадым. Ендеше осындай сосиски аламыз. Яғни сіздерге мән беретін жағдай бұл жерде сосискінің құрамындағы барлық составын қарап алғаныңыз жақсы. Құрамында шошқа еті жоқ және қандай да бір бояғыштардың болмауын тексеріп алыңыз. Дүкеннен алғанда мұқияттап, сыртын барлығын оқып, составын барлығын оқып алыңыздар. Менде видеоға түспей қалған. Осындай таяқшаларды алып, екіге бөліп, немесе осындай ұзыннан өзін қадасаңыз болады, бірақ жегенде ыңғайсыз болуы мүмкін. Сіздерге екі жолын көрсетейін деп тұрмын. Бірі осындай таяқшаларды екіге бөліп, осылайынан қадайсыз, немесе өзінің кәдімгі ұзын таяқшаны ешқандай да екіге бөлмей, осындай сосискидің бір порциясының жартысына қадайсыз. Кейін қазір мен қалай қору керектігін көрсетемін. Бізге май көп мөлшерде керек, яғни орташа май болса жеткілікті. Видеоға мұқият мән берсеңіздер, мен таяқшаларды екіге бөлген жоқпын, иә. Осылай ұзын таяқшаларды сыртына видеодағыдай етіп қойып қуыра берсеңіз болады. Немесе таяқшаларды екіге бөлгенде табақтың ішіне таяқшаларымыз сыйып кетеді, иә. Сонда барлығын таяқша ішіне барлығы батып, қуырып өзіңіз аударып, жаңағыдай қуырып аласыз. Достары, видеода көріп тұрғандарыңыздай басында осы тестімізді кішкене майға қуырылып кеткенге дейін ұстап тұрасыз да, кейін жібере берсеңіз болады. Қуыруда басты қолыңызды үйретіп алсаңыз, әрі қарай тез алып кетесіз. Айтпақшы, мен табама мән бермеңіздер, себебі бұл табамен жақсы пісіреді, сондықтан осы табаға пісіреміз. Бауырсақ барлығын. Негізінен осындай бұрынғы табалар жақсы пісіреді. Міне достар, біздің корейский тағамымыз корн дог дайын болды. Кез келген соуспен батырып жесеңіз өте дәмді болады. Негізі осындай томатный соуспен жесеңіз өте дәмді болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелді деген ойдамын. Сондықтан лайк басып, комментарий қалдыруды тағы да ұмытпаңыздар. Әр сәрсенбі мен жұма күндері каналымда жаңа рецептер шығады. Сондықтан қоңыраушаны басуды да ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.